IT лицей сіздермен бірге мен Талап және Ерке. Бұл IT жаңалықтары. Көзді ашып жұмғанша күз мезгілі де өте шықты. Ендеше қараша айының айтулы сәттерін еске алайық. Мектепте жаратылыстану қаһармандары күштің сыры білімде атты жаратылыстану пәндері апталығы өтті. Марвел фильмдерінің стилінде ұйымдастырылған апталықта оқушылар биология, химия және география пәндері бойынша түрлі ғылыми тапсырмалар орындап, өз білімдерін шығармашылық форматта сынады. Апталық аясында бірнеше қызықты шаралар ұйымдастырылды. Биогеочем ғылыми жаңалықтар TEDx кездесуінде оқушылар заманауи ғылымдағы өзекті тақырыптарды талқылап, медицина, биотехнология, экология және энергия көздері жөніндегі идеяларын ұсынды. Гүлдер галереясы көрмесінде әр сынып өз таңдаған гүлін таныстырып, өсімдіктер туралы мәліметтер мен қызықты деректерді бөлісті. Көрме экологиялық мәдениетті дамытуға бағытталды. Интеллектуалды ойындарда оқушылар команда болып ғылыми сұрақтарға жауап беріп, жаратылыстану бағытындағы білімдерін тәжірибемен ұштастырды. Апталық оқушылардың ғылымға деген қызығушылығын арттырып, зерттеушілік қабілеттерін дамытты. Марвел стиліндегі тапсырмалар оқу үдерісін қызықты әрі әсерлі етті. Жаңа жоба «Кітап талқылаңы» өз жұмысын бастады. Мұғалімдер арасында оқырман ортасын қалыптастыру және оқушылардың кітап оқуға қызығушылығын арттыруды мақсат еткен жаңа жоба алғашқы отырысын өткізді. Кездесуде жазушы Санжар Керімбайдың Жұмабек және Жермайдан шығармасы талқыланып, қатысушылар ұлттық мүдде, тарихи деректер және жер мәселесіне қатысты айтылған ойларды жан-жақты қарастырды. Жылы атмосферада өткен пікірталас әріптестердің белсенділігін арттырып, жобаның алдағы уақытта да мазмұнды шығармалармен жалғасын табатынына сенім берді. Шабыт жобасы аясында мектеп театры «Мәңгілік бала бейне» қойылымын сахналады. 7 қараша күні қазақ драматургиясының маңызды туындыларының бірі Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» шығармасы негізінде тәрбиелік мәні жоғары қойылымы ұсынылды. Сахналық жұмыс 10-А және 10-Ә сынып оқушылардың қатысуымен дайындалды. Қойылымның негізгі мақсаты ядролық сынақтың балалар тағдырына әкелген қасіретін рухани жара мен тарихи шындықты көрерменге жеткізу. Оқушылар көркем туындыны сахналау арқылы көрерменді терең ойға жетелеп, бейбіт өмірдің құндылығын сезіндіре алды. Осымен қараша айының жаңалықтары өз мәресіне жетті. Келер айдың жақсы жаңалықтары көп болсын.